Достар, бүгін үй жағдайында дәл осындай кесе самса жасайтын боламыз. Базардағы кесе самсамыздың бағасы 1000 теңге, 2000 теңгеден алатын болсаңыздар, одан да үйде жасап көргеніңіз 1000 есе артық достар. Алдымен менің арнама подписация жасап, қоңыраушаны басып қойды ұмытпаңыздар. Енді самсамыз жасауға бізге керекті ингредиенттер: ұнымыз, суымыз, 2 жұмыртқамыз, осылай тұштылған құйрық майым және тұзым қажет болады достар. Алдымен осылай ұнымды құрғақ ыдысқа салып, суымызды құятын боламыз достар. Кішкене ұнымыздың арасын ашып аламыз. Суымыздың үстінен 3 чайный ложка тұзымызды салып, жақсылап суда ертіп алатын боламыз достар. Міндетті түрде қосқан ингредиенттерінің барлығын, қаншадан салғанының барлығын осы видеоның төменгі жағына қалдыратын боламын достар. Егер де сіздердің үйлеріңізде адамдар саны аз болатын болса, осы мен жасаған ингредиенттердің енді 2 зубалаға жететін, 2 самса шығатын ингредиентті төмен бөлімге қалдыратын боламын. Мен 8 адамға жасап жатқаным үшін кішкене массасын көптеу қосып жатырмын достар. Осылайша тұзымызды суға ертіп алып, енді осы суымызды ұнымның үстінен құйып, және оның үстінен осылайша тұштылған, яғни шұжық майымызды салып аламыз достар. Бұны салсаңыздар да болады, салмасаңыздар да болады достар. Мен осылай салып алайын деп, азғантай ғана қалған еді, осыған салып жаратайын дедім. Оның орнына сливочный май қолдансаңыздар да болады достар. Көңілдеріңіздің қалауы, қоссаңыздар да, қоспасаңыздар да болады. Дәл осылай енді майымыз бен суды жақсылап біркелкі осылай бір араластырып алып, үстінен 2 жұмыртқамызды жарып салып, жақсылап қолымыздың көмегімен қатты қылып емес, не жұмсақ етіп емес, орташа етіп жақсылап қамыр елейтін боламыз достар. Жақсылап қамырымызды елеп, достар, мен қамырымды жақсылап елеп дайындап алдым. Енді осы қамырымызды 5 минутқа тұндыруға қойып, оған дейін начинкамызды дайындайтын боламыз. Оған тұзымыз, қара бұрыш, қызыл бұрыш және салатымыз, сәбізіміз, картоп және пияз, етіміз қажет болады. Сәбізімді осылай кубиктап турап алдым. Оның үстінен картопымды, пиязымның барын осылайша кубиктап турап, үстінен етімді салып, және аздаған іш майдан салып жібердім достар. Осылайша енді дәмдеуіштерімізден қызыл бұрышымызды және қара бұрышымызды және соңынан тұзымызды салатын боламыз достар. Міндетті емес қара бұрыш, қызыл бұрыш салу, себебі өз қалауларыңыз бойынша мен осылайша көп осылай зіре, кинза дейтін заттарды қосып салып жасаған жақсы көремін. Үйде ондай зат болмағасын қара бұрыш, қызыл бұрыштарымды, тұзымды салып жасап жатырмын. Және сулы болсын деп осы салатымды салып, жақсылап сулы дәмді болсын деп осы салатымды құйып салып алдым. Енді осы начинкамызды салмасты жақсылап қолымызбен араластырып алатын боламыз. Мен барлығын осылай қолмен араластырып, тұндыруға қойып қойған самса қамырымды алып, жақсылап 8 бөлікке бөліп алдым достар. Егер де кішірек болсын самсам дейтін болсаңыздар, 10 бөлікке бөліп алсаңыздар да болады. Мен осылайша 8 бөлікке бөліп, бәрін зубала етіп жасап алдым. Бір қамырымызды, осы зубала еткен қамырларымыздың біреуін алып көрсетейін. Қалғанын барлығын солай жасайтын боласыздар. Осылайша бір зубала қамырымды алып, осы қамырымды 3 бөлікке, тағы да бөлшектерге бөліп, осылай орташа және кішкентай, және одан да кішкентай етіп аласыздар. Енді үлкен қамырымызды осылай жайып алып, осы қамырымызды кесенің ішіне салып, ішінен начинкамызды салатын боламыз достар. Начинкамызды толтырып, қатты толтырмаймыз, орташа етіп салып, және осылай астын осылайша бір-біріне біріктіріп бөгесіздер достар. Қамырымызды қатты қалың қылып жаймаймыз, себебі астыңғы жақта қамырымызды кішкене ғана бүгіп жұқалау етулеріңіз керек, себебі піскенде жақсы таза пісу үшін. Мен қамырымды осылай салып дайындап алдым. Енді астына тарелканың рөлін атқаратын, яғни сәндік үшін қойылу үшін осылайша орташа қамырымды алып, жайып алып, осыны пергамент қағазыма төсеп, үстінен жаңағы кесеге салып дайындаған кесе самсамды үстіне қойып, сәндеп қойып қойдым достар. Енді осы қамырымыз, кесе самсамыз сәндеу үшін жаңағы орташа кішкентай қамырымызды алып, 4 бөлікке бөліп, осылай қолымның көмегімен лағман сияқты созып, осылай 2 ұзын лағман қылып жасап алдым достар. Осыны бір-бірінен айналдырып, кесе самсамызды жасау үшін осылайша
өрген тәрізді етіп жасап алдым достар. Міне мен дайындап алдым. Осы кесе самсамыздың бетіне қойып осылай сәндеп кішкентай ғана қамырымды бетіне қойып алдым достар. Міне барлық 4 самсамды осылай дайындап алдым. Үстіне жұмыртқаның сарысын жағып 200 градуста жарты сағатта 30 минутта пісіріп алдым достар. Міне менің кесе самсам дайын достар. Менің видеом ұнаған болса маған лайк басып, комментарий жазып, және менің арнама подписация жасап, қоңырау шағын басып қойды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған Алмагүл, міндетті түрде жасап көріңіздер.